Кеше пәлендей жағдайы нашар, халықты көрмедім дедіңіз. Жоқ, маған журналист сұрақ қойды. Қалай, какой привет, такой ответ. Сайлаушылармен кездесу елге барған кезде осы қымбатшылыққа қамалған халықты көрдіңіз бе деді. Мен енді көрмедім дедім. Көрмегенім үшін біріншіден, екіншіден кездесулер барысында осы мен қымбатшылық турасында әңгіме көтерген сайлаушы болмады. Мен Шығыс Қазақстан облысында да, Алматы облысында да, Алматы қаласында да кездесулер өткіздім. Мен ойлаймын, сол халықтың еті үйреніп кетмеді осы қымбатшылыққа. Бұл біріншіден әлемдік тренд. Америкадан бастап Европа бәрі көрші Ресейде бензиннің литрі $1 жетті. Жеті қабыл болды. Қымбатшылық бүкіл әлем бойынша жүріп жатыр. Соған байланысты біздің халықтың да еті үйреніп бара жатыр ма деп ойлаймын. Әрине, қымбатшылыққа қарсы жергілікті әкімшіліктер әрекет қылу керек. Әсіресе мынау мысалы үшін егін алқабы дейік, көкөніс алқабы мен базардың арасындағы делдалдардың санын азайту керек. Мысалы үшін Түркістаннан Алматының базарына келетін фураның екі делдалы бар ортада, трейдерлер бар. Одан базардың өз ішінде екі трейдер бар. Одан көк базарға келгенше тағы да бір екі трейдер. Сонымен айналып келгенде азық-түліктің бағасы арттырып отырған бұл ортадағы делдалдар. Осыған байланысты билік тарапынан әрекет керек. Кешегі сөзіңізге халық ызаланып жатыр да. Комментарийлерді оқсақ. Иә. Кешегі пікіріңіз. Ол халық емес. Ол ызаланып жатқан. Ол әлеуметтік желідегі бір үшінші күштердің жаңағы былай айтқанда боттары. Оның ішінде нақты бір халық бар деп айта алмаймын. Ол қазір елде теңселіс туғызу, осы қымбатшылықтың есебінен халықтың арасында бір наразылық тудырып, толқу тудыру әрекетін жасап жатқан күштер бар. Ол ескі Қазақстан бар оның ішінде әбіләзовшілер бар, басқалар бар. Сондықтан дәл осы тақырыпта халық егерде наразылық тудыратын болса алаңға шықпай ма? Маған емес. Неге алаңға шықпайды? Неге көтерілмейді? Мен бүкіл Қазақстандағы қымбатшылық маған тіреліп тұр ма екен? Сондықтан, пожалуйста, алаңға шықсын, көтерілсін, билікке талап қойсын. Міне жерге келіп анау жаңағы боттардың көтеріп жатқан тақырыбы бұл елде толқу тудырудың. Жаңағы қоғам мен парламент арасында, қоғам мен үкімет арасындағы тартысты ушықтырудың амалы. Одан басқа ештеңе емес.